Алтын үшін бір отбасын бүтіндей бауыздап тастаған қаскөйлер туралы естіп педіңіз. Ал солтүстік Қазақстан облысындағы қарғыс атқан Аядай ауыл туралы ше. Бүгін қылмыс әлеміндегі ең сұмдық, ең атышулы оқиға туралы баяндаймын. Дәл осы орынға келгендердің бәрі алды-артына қарамай қашып кетеді. Себебі бұл мекенді қарғыс атқан. Я, бұл бірнеше жыл бұрын 6 адам ажал құшып қанға бөккен жер. Приехало 2 цыгана с бородой белой. Ақсақалы бар 2 сыған еркек келді. Бізге естеріңде болсын. Бұл жер қарғысталған. Сатып алған адам жылайтын болады деді. Мың 1986 жылдың жаз мезгілі. Қазақстанда қайта құру саясаты жүріп, халық нағыз қысылтаянға тап болған шақ. Отарлау жүйесінің уысында болған қараша тек материалдық емес, рухани да таршылыққа ұшырағандай еді. Азық-түлік үшін кезекке тұру, жұмыссыздық бәрі тұрғындарға ауыр тиіп жатты. Ауқаттылар аз еді. Жиған тергені бар сондай жанұялардың бірі Петров Лебедевтер отбасы болатын. Темір ұстасы болып еңбек ететін отағасы бар тапқан таянғанын балаларына беретін. Ал артылғанына сыған халқына тән қасиетпен алтын сатып алып жинайтын. Алайда ол жиған жылтырағы өзінің және жақындарының өліміне себеп болады деп мүлдем ойламады. Қылмыстық іс құжаттардан 1986 жылдың 15 тамызына қараған түні Петропавлда белгісіз қылмыскерлер Клара Цеткин көшесінде тұратын молдавандық сығандар Петров Лебедевтер отбасының 6 мүшесін өлтіріп кеткен. Қылмыскерлер түрлі суық қарулар қолданып 19 түрлі алтын бұйым ұрлаған. Мәйіттер мен жәбірленушілерді бір бөлмеге жинап, үстеріне жанармай құйған және жаққан. Тірі қалған қыз бетпердедегі қылмыскердің бірін көріп үлгерген. Алайда тергеу барысында сипаттап бере алмаған және олардың жасы мен санын анықтау мүмкін болмаған. Қылмыс болған күннің ертесіне тек Петропавл емес бүкіл КСРО шулады. Қанды оқиға туралы хабар Мәскеуге жетіп, халық дүр сілкінді. Жауыздықты естіген кеңес елдеріндегі сыған халқының басшылары жан-жақтан жинала бастады. Ал шын мәнінде барлығы былай басталған еді. Аядай ауыл ішінде Петров Лебедевтер отбасында уыс алтын бар деген әңгіме тарай бастайды. Бұл жел сөз қаншерлердің де құлағына жетеді. Тамыз айының 15-іне қараған тымырсық түн. Бақытты бейғам отбасы шырт ұйқыда жатқан еді. Кенет көрші үйдің есігін қанға боялған жас қыз қағады. Бұл кезде бәрі кеш болатын. Ночью они в 5 часов стучали. Таңғы 5-те есікті біреу қақты. Біз ұйықтап жатқанбыз. Күздің кезі, дала қараңғы. Қарасам үсті басы қан жоса қыз. Жанында тағы біреу бар. Ол сол оқиғадан тірі қалған жалғыз қыз екен. Мишаға өлтіріп кетті, сығандарды өлтіріп кетті деп айғайлай бастады. Түк түсінбедім. Полиция шақырмақшы болып, қанға бөккен үйге қарай жүгірдім. Сығандар Мишаға жүгірмеңіз, олар сізді де өлтіреді деді. Жанымызда пошта болатын. Тек сол жерде телефон бар. Қоңырау шалған бойда полиция көлігі келе жатқанын көрдім. Біреу хабарлап үлгеріпті. Қазақ лейтенант көліктен қарғып түсті, ал есік алдында жасы 18-19 шамасындағы жансыз дене жатыр. Мойын жағы балтамен шабылған. Оны көрген лейтенант бірден көлігіне отырды. Қылмыста шуға ең мықты мамандар тартылды. Олардың бірі Владимир Иванович Бондаренко болатын. Жап-жас бөлім басшысы аз уақыттың ішінде қаншерлерді құрықтап, кінәсін дәлелдеуге атсалысқан. Обычно утром подняли. Әдеттегідей таңертең оқиға орнына келдік. Шаң, азалы дауыс, қорылған итті кез. Кірсек, қаншама жансыз дене. Барлығы өртеніп жатыр. Ал зейнеттегі подполковник Зинаида Трусова дәл сол уақытта қылмыстық іздеу қызметінің құрамында болған. Қанды оқиғадан бері талай жыл өтсе де куәгер барлығы күні кеше болғандай қорқынышпен еске алады. Когда опергруппа приехала, Оқиға орнына жедел жеткен тергеу тобы тілін жұтып қоя жаздаған. Тіпті бір қызметкеріміз қанға бөккен мәйіттерді көріп, қатты есеңгіреген, артынша инсульт алды. Жауыздар алғашында ойға алған жоспарларын жүзеге асыра алмайды. Оған полиция қызметкерлерінің тексерісі бөгет болыпты. Ал екіншісінде белгісіз себептермен кейінге шегереді. Үшіншісінде иттірліктері іске асып, отбасының ойранын шығарып кетеді. Қылмыс орыналардан бірнеше сағат бұрын баугеспелер ескі әуежайда жиналып, бұзық ойларын бастан аяқ бекітеді. Олар әуелден ақ барлығын өлтіріп, артынша жағып жіберуді жоспарлаған. Сондықтан балта, ағаш, пышақ секілді суық қарудың түр-түрін жинап, кейбірін арнайы сатып алып дайындалған.
Қылмыстық іс құжаттардан: ағашпен балтамен ұрған, жіппен байлап еденге тастаған, алтын, ақша талап етіп әбден қинаған, зорлаған, үлкендердің көз алдында кішкентай қызды таптаған, қалауларына қол жеткізіп, бағалы бұйымдарды алған соң барлығын балталаған. Ағаш үйдің еденінде тау боп үйілген мәйіттердің арасында жүкті әйел мен жасқа толмаған бүлдіршінде болған. Күйік шалған 8 айлық сәбидің кеудесінде әлі де жаны бар еді. Алайда оны аман алып қалу мүмкін болмаған. Кейін жауыздардың сәбиді газ плитасындағы от тастап, әбден күйдірген анықталыпты. И они эту девочку 8-месячную. Олар 8 айлық қызды отта үлкендерге алтынның қайда екенін айтқызу мақсатында ұстаған. Кішкентай қыз алғашында тірі болған, жыбырлап жатқан. Жігіттердің айтуынша келген кездегі көрініс сұмдық. Үй иесінің ірі денелі боксшы ұлы қаншерлерден қашып құтылмақ болғанында артынан қуып барып балтамен ұрған, ал отағасы гректің басын балталаған. Ары қарай айтуға аузым бармайды, бір сөзбен айтқанда сұмдық. Зинаида Трусова марқұмның үйінде сол түні дүние есігін ашпаған шақалақты қосқанда 8 адам болған дейді. Айуандықтан аман қалған жалғыз жан Папуша есімді жасөспірім. Арпалыста ештеңені көре алмаған қыз тек қылмыскерлердің бірін-бірі аға деп атағанын естіген. Он не сгорел. Тірі қалған сыған қызының айтуынша, жәбірленушілер тізіліп бір қатарда жатқан, үстері түгел жабулы болған. Сол мезетте бұзақылардың бірі алтын алқаны аламын деп шамды да жұлып алды. Жарық сөніп қалғанын пайдаланып, Папуша басқа бөлмеге тығылып үлгерген. Жақындарын ұрып соғып өлтіріп жатқанда үндемей бәрін тыңдап жаттым дейді. Куәгер көршінің сөзінше үй өртенбеген. Қаншерлер азаптап өлтірген соң марқұмдарды жағып жібермек болған. Тірі қалған қыз олар шығып кеткеннен кейін су шашып, қызыл жалында ауыздықтаған көрінеді. Артынша дірдек қаққан Папуша жақын маңда тұратын туысына барып, болған оқиғаны баяндайды. Ал ол үйде балалар болған. Телефон жоқ, айнала қараңғы. Соған қарамастан 12 жастағы Рустам екеуі дүкенге барып, көмек сұрайды. Терезені сындырып ішке кіріп, полицияға хабарласқан. Барлығы осылай басталған. Жауыздықпен аты шыққан шағын елді мекен Петропавлдағы ең ескі аудандардың бірі еді. Оның тарихы 19 ғасырдың 30 жылдарынан бастау алады. Бұл темір жол құрылысымен тұспа-тұс кезең еді, ал 80 жылдары дәл осы елді мекенде сыған халқы көп қоныстанады. Олардың тең жартысы саудамен, ал басым бөлігі заңсыз жолмен ақша тапқан. Міне дәл сол жылдардан бастап есірткі бизнесі белең алады. Не страшно вам было жить вот после такого преступления? После вот этого страшно было. Осы қылмыстан кейін мұнда өмір сүру өте қорқынышты болды. Біз ешқашан есігімізді жаппайтынбыз. Еркін едік. Сол оқиғадан соң сығандар барлығыңды өлтіреміз деп қорқытты. Сондықтан есігімізді тарс жауып, үреймен өмір сүрдік. 90-шы жылдары есірткі сатумен айналысатындардың санында есеп болмады. Полиция қызметкерлері үнемі торуылдап жүретін. Дәл жанымыздағы сыған көршіміз күні кешеге дейін есірткімен айналысты. Жақында көшіп кетті. Сыған халқының есірткіге елтіп заңсыздыққа барғаны рас, бірақ қаза тапқан отбасының отағасы гректің адал жолмен ақша тапқанын айттық. Ал оның үйінде бір шелек алтын бар деген қауесет қайдан шықты? Кім қалай таратты? Грек ажал қалып барған бұл алтындарды сатып алған деген әңгіме болды. Яғни нашақорлар мен ұрылар бұйымдарын грек өткізген. Ол арзанға сатып алып жинаған. Сондықтан оның үйіне бір шелек алтын бар деген әңгіме тараған. Қылмысты ашу үшін құзырлы орган қызметкерлеріне 40 күн қажет болды. Бірақ қаншерлерді қолға түсіру үшін мыңдаған сотталушыны тексеруге тура келген. Түсірілімнен кейін продюсерге бару керек. Макияж, киім, эфирдің тақырыптары. Ең бастысы иісу себуді ұмытпау керек. Қолжетімді бағада жоғары сападағы иісу іздеп жүрсеңіз, бүгін мен сіздерге өзіме ерекше ұнайтын өнім ұсынбақпын. Ол атақты брендтердің негізінде жасалған түрік парфюмериясының жиынтығы Гамадора. Гамадора иісуларының сапасы кей танымал брендтерден артық болмаса кем емес, ал бағасы 80-90%-ға дейін төмен. Мәселен, мұна менің қолымдағы 100 мл молекуланың құны небәрі 13.900 теңге. Айтпақшы, Гамадора интернет дүкенінде тек әйелдер мен ерлерге арналған иісулар емес,
үйге және көлікке арналған хош иістендіргіштер де бар. Сатып алу процесі өте қарапайым. 15 000 теңгеден жоғары тапсырыс жасасаңыз, жеткізу тегін. Комодораның сауда орталықтары Орта Азия мен Ресейдің барлық дерлік қалаларында бар. Садимся, едем. Істі ашу барысында Жезқазғандағы бір үйдің жертөлесінде алтындар жасырылғаны туралы хабар түсті. Бұл нақты емес еді. Сонда да басшылықтың бұйрығымен Жезқазғанға барып, барлығын ақтардық. 7-8 жертөлені қаздық. Ештеңе таппасақ та, әр қадамымызды суретке түсіріп, есеп бердік. Мен іздестіру жұмыстарына кірістім. Барлық туған туысын тауып, тура фильмдегідей генеалогиялық ағаш құрастырдым. Әулетте 100 адам болып шықты. Олардың бәрін тексеруге тура келді. Кім қандай туысы, қайдан шыққан, қайда барған барлығын. Тұтас құзырлы орган қызметін осы іске тарттық. Ары бері өткен әрбір көлікті тексердік. Арада айға жуық уақыт өткенде тынымсыз жұмыс өз нәтижесін беріп, қылмыскерлер ойламаған жерден ұсталады. Ол былай басталған еді. 6 адамды азаптап өлтірген соң, қаныпезерлер құр жатпай, ескі әдеттері бойынша үй ұрлығына түсе бастайды. Сондай ұрлықтарының бірінде Юрий Вальтер есімді жас полиция қызметкері қос адамды құрықтайды. Олар Николай Мальченко мен Сергей Синих еді. Бұл тұста екеуінің қанды қылмысқа қатысы бар жоғы мүлдем белгісіз болатын. Қылмыстық іс құжаттардан Мальченко Николай Федорович, 27 жаста, Петропавл қаласында туған, ұлты орыс, үйленген, 3 жасар ұлы бар. Бұрын сотталған, алкогольдік ішімдік ішіп, алып сатарлық жасаған үшін кінәлі деп танылып, 2 жылға түзету жұмыстарына тартылған. Кеңес әскерінде борышын өтеген, пойыз вагонында стокер күзетшісі болып жұмыс істеген. Синих Сергей Георгиевич, 23 жаста, Түркменстанда туған, ұлты орыс, үйленіп, ажырасқан, 4 жасар қызы бар. Сыра зауытында слесарь машинист болып жұмыс істеген. Әкесі зейнеттегі подполковник. Мальченко мен Синихтің тек ұрлыққа түскеніне сенбей сезіктенген Вальтер айлаға көшкен. Ол жауыздық болған үйдің аспалы шамынан саусақ іздері табылды деген әңгіме таратады. Ал қорыққан екеу бір-біріне жалтақ-жалтақ қарап, қолғап кигендерін, бәрінің сүртілгенін айтып өзара сыбырласа бастайды. Олар өздерінің тығырыққа тірелгенін түсінді. Тергеушінің күнделікті жұмысына сай 4 сағат сөйлестік. Қазір айтсаң жеңіл жазаласың, айтпасаң осындай жазаласың деген сияқты түрлі айла тәсілдер қолдандық. Ақырында Синих бәрін айта бастады. Мойындады. Оңдаған жылдар бойы құпия болып қала беретін қылмыстық істер бар. Ал бұл істің 40 күнде толық ашылуы Вальтердің арқасында орын алған сәттілік деп ойлаймын. Жай ғана түсіндіре салу қиын. Адамның түйсігі ешқашан алдамайтындығының дәлелі. Белгілі болғандай, бұл қылмысқа бас аяғы 11 адамның қатысы болған. Ал оларды Николай Мальченко басқарған. Осылайша шындықтың беті бірінің артынан бірі ашыла бастайды. Синих пен Мальченкодан кейін бұл іске тағы 2 қылмыскердің қатысы бар анықталады. Олар ағайынды Павел мен Петр Шинкаренколар еді. Қылмыстық іс құжаттардан Шинкаренко Павел Николаевич, 24 жаста, Новосібір тумасы, ұлты сыған, ажырасқан, пойыз мейрамханасының вагонда вагоншы болып жұмыс істеген. Шинкаренко Петр Николаевич, 22 жаста, ұлты сыған, 8 жылдық білімі бар, үйленбеген, ағасы секілді пойыз мейрамханасында вагоншы болып жұмыс істеген. Бірақ бұл қос қаскөйді құрықтау тым қиынға соққан. Шинкаренколарды оңай ұстаймыз деп ойладым. Менің жанымда 2 қызметкер болды. Кешкі уақыт қараңғы еді. Қолымда пышақ, фонарь жағып, байқатпай үйге кірдік. Шинкаренко диванда жатыр екен. Серғали Жұмағұлов есімді учаскелік полицияның аға қызметкерінен жарықты жағуын сұрадым. Ол жарықты жаққан бетте Шинкаренко көзін ашып мені көрді. Көрген бойда аузынан көбік ағып есінен танып қалды. Ол білді ғой осындай боларын. Бір күні ұсталарын сезіп, қорқып жүрген. Шинкаренколардың отбасы айғай-шу көтеріп, манипуляцияға көшті. Тіпті әпкесі жіп алып, асылып қалып қорқытты. Өзге де сықандар келе жатты. Барлығымен сөйлесіп, соңында қылмыскерді алып кеттік. Төртеуден құралған қылмыстық топ бұл оқиғаға дейін 2 жыл бұрын құрылған. Бірге жиі уақыт өткізіп,
ішімдік пен есірткіге әуестенген. Ал қылмыс болардың алдында олар Мальченканың үйінде бас қосып, арнайы жоспар құрады, тіпті жауыздыққа таныстарын тартып, марқұмның туыстарымен де байланыс орнатқан. Сұмдық оқиғаның тағы бір кейіпкері жәбірленуші Петров Лебедевтің күйеу баласы Мартынов. Бұл оқиғаның орын алуына бірден бір себепкер жан сол. Милорд есімді лақабаты бар туысымақ бастапқыда орыссығаны Николаевтар отбасына ұрлыққа түспек болған бұзақыларды ойынан айнытады. Артынша баугеспелерге бар құпияны ашып, үй ішінің сызбасын көрсетіп берген. Ақыры қылмысқа итермелеп, өз жақынын жауыздарға жығып береді. Алтын үшін өлтірді ғой, алтын үшін. Туысы алып келген ат басындай алтын бар деп айтқан. Ал шын мәнде олардың көп алтыны ломбардта жатқан. Қылмысын жасырмақ болған Милорд Свердловск қаласына кетіп қалады. Туысы Сыған баронның үйінде бойда салайды. Ал Бондаренкоға қашқынды құрықтау үшін қулыққа көшуге тура келеді. Мен Свердловск қаласына бардым. Сығандар тұратын аудан болған. Сондағы жергілікті қызметкерлерге болған жайттың бәрін баяндап түсіндіріп бердім. Көмек сұрадым. Олар бірден іздестіру жұмыстарын жүргізейік деді. Мен олай болмайтынын, бұл жоспардың жүзеге аспай қалатынын ашық айтып, одан да Милорд жасырынған үйдің иесімен кездестіруін сұрадым. Кездестік, шай ішіп біраз әңгімелестік. Олар болған жағдайдан хабардар еді. Мен қашқынның туысына басшылық жібергенін, жай ғана жұмыс істеп жатырмыз деген желеумен, яғни есеп беру үшін келгенімді айттым. Милордты аэропортқа алып кел, ертең ұшамын дедім. Жай ғана құжаттарға қол қойып, ары қарай өз жөнімен кететінін жеткіздім. Ал сол сәтте біздің қызметкерлер билет алып дайындалып жатқан. Туысы келіскеніміздей Милордты әкеліп берді. Міне солай қашқынды ұстап, елге қайттық. Қылмыскерлер құрықталғанымен айғақ заттар, яғни қолды болған алтындардың қайда жасырылғаны беймәлім еді. Сол тұста полиция қызметкерлері күтпеген қадам жасайды. 4 қылмыскердің бірі полиция подполковнигінің ұлы Сергей Синихті босатып, ізінен аңдайды. Бұл жоспар сәтті жүзеге асып, жоғалған бұйымдар табылады. Осылайша қулыққа көшкен қызметкерлер бір оқпен 2 қоянды атады. И он пришел домой. Босап шыққан Синих үйіне жүгіріп барып, алтындарды түгендеуге кіріседі. Яғни бұйымдар Синихтің үйінде жасырылған. Сол күні қызметкерлеріміз жұмысқа бір уыс алтынмен кіріп келген сәт әлі есімде. Сондағысы 6 адамның өмірінен артық болған бір уыс қана алтын. Алақанға сыйып кеткен алтынның салмағы 530 граммды құраған. Ал енді 530 граммен 6 адамның ауыр тағдырын таразға салып көріңіз. Там перекопали. Қылмыстан кейін үй ауласын қазып тастаған. Қазылмаған жер жоқ. Бәлкім әлде біреулер алтын іздеген болар. Сонда алтын үшін адамдар не істемейді, ойлаңызшы. Міне, содан бері, сол қанды оқиғадан бері мен мүлдем алтын тақпаймын. Тағып көрген емеспін. Тіпті қарамаймын да. Алтындарым болған, бәрін өткізіп жібердім. Қолды болған 530 грамм алтын табылғанымен, аңызға айналған бір шелек алтын сол күйі табылмады. Ұрланған бұйымдарды әлде біреулер алып кетіп, бір жерге көміп тастаған деген қауесеттер де тараған. Полиция қызметкерлері ұзақ уақыт іздеу жұмыстарына жұмылдырылып, әрбір қаланы тінтіп шыққанымен еш нәтиже болмапты. Қанды қылмыс дәл осы жерде орын алған. Ажал құшқан 6 адамның үйі қазір жоқ. Бірақ бұл маңайға ешкім жоламайды. Себебі бұл жерді қарғыс атқан. Бірнеше жыл бұрын ақсақалы бар 2 сыған еркек келіп осылай деді. Бізге естеріңде болсын, бұл жер қарғысталған. Сатып алған адам жылайтын болады, деп ескертті. Аталған жерді алмақ болған жандарға келген сайын барлығын ашып айтып беремін. Бірден кетіп қалады. Кейбір жандар неге айтасың, үндеме, сататын едік дейді. Ақша үшін бәріне дайын. Сата берсін, маған бәрібір. Бірақ мен ол сығандардың бұл жер қарғысқа ұшыраған деген сөздерін ғана ескертіп жүрмін. Сондықтан білмеймін. Сата берсін, қатты қаласа.
Бәлкім отбасының бақытсыздығына белгісіз біреулер айтқандай, қарғыс атқан үй себеп болды ма, әлде туысының оңбағандығы ма? Мүмкін расымен алтынның арбауы болар. Әйтеуір тағдыры тарамдалған 6 адамның азапты өлімі ел аузында аңызға айналғандай. Тек өмірден өткен жақындарының бейітіне туыстары жиі барып еске алатын көрінеді. Әр қылмыс өз иесін табады.